Сақина жүзіктер қазақ зергерлерінің өте көп жасайтын әшекейлерінің бірі. Сақинаны көбінесе күмістен немесе алтыннан жасатады. Сақинаның жасалуы жүзікке қарағанда оңай. Оның сыртына шапқымен шеку, бізбен безеу әдісімен орнатылатын қарапайым ою-өрнектерден басқа ештеңе жүргізілмейді. Кейде тіпті ешбір ою-өрнексіз жасалатындары да аз емес. Ал жүзік жасау анағұрлым күрделі, және оның сан алуан түрлері болады. Жүзіктің үстіңгі бетіне әртүрлі асыл тастардан, түсті шынылардан, немесе күмістің өзінен көз, балдақ, отау, құстұмсық орнатқан. Халқымызда қалыптасқан дәстүр бойынша ас адал болу үшін оны дайындайтын, дастарханға қоятын, шай құйып беретін әйелдердің саусағында міндетті түрде күмістен жасалған сақина болуы тиіс. Қазақтар арасында сақинаны сәнге салмайды. Ол тазалыққа таразы деген нақыл сөз бар. Бұл сөздің төркіні сақинаның тек сәндік қана емес, гигиеналық та қызмет атқаратынын аңғартады. Дана халқымыз сақина соғылатын күміс таттануға ұшырамайтынын, олар судың, тамақтың тез бұзылмауына септігін тигізетінін, денсаулыққа жағымды әсер ететінін тым ертеден байқап білген. Заманда жас келіншектер нәрестесін шомылдырарда, жаялығын жуарда, тамақ дайындарда, ауылдағы қарт әжелер қолыңа күміс сақинаңды салып ал, ол тазалыққа, адалдыққа жақсы деп ескерткен. Құстұмсық жүзік пен құдағи жүзік дегендер бар қазақта. Құстұмсық жүзікті бойжеткен қыздар таққан. Бұл жүзік бақыттың, тәуелсіздіктің, қос тәрізді еркіндіктің белгісі. Дәстүр бойынша ұзатылып бара жатқан қызының қолындағы құстұмсық жүзікті анасы шешіп алып, қыз жасауымен бірге орамалға түйіп сандығына салып жіберетін болған. Бұл жүзік қыз жағдайының хабаршысы ретінде кейін қайтып келу керек. Сондықтан қыздың төркін жағынан оның қал жағдайын білуге барған інілері осы құстұмсық жүзікті қайтып әкелсе, қыздың анасы қатты қуанып, құдағиым қызыма өз қызындай қарайды екен деп, ауыл арасына кішігірім той жасаған. Яғни қыздың түсінігімізде сәндік бұйым болып есептелетін жүзіктердің мағыналы мақсаты болғандығын ата-бабаларымыз ұстанған. Осы салттан көруге болады. Құдағи жүзік үлкен сый-құрметтің белгісі, басқа жүзіктерге ұқсамайды. Екі саусаққа қатар киілетін екі шеңберден тұратын жүзік, үстіңгі беті бір тұтас болып келетін ұлт өнеріндегі бірегей дүние. Жас жұбайлардың жұбы жазылмасын, екеуі бірігіп тату отбасы болсын дегенді меңзейді. Қалыңдықтың шешесі құдағина өзінің қызына мейіріммен қарау үшін және құдандалы екі рудың бір-біріне ынтымағы арту үшін сыйға тартады. Құдағи жүзік адамдар арасындағы сыйластықтың, адамдарға көрсетілген ілтипаттың, құрметтің белгісі. Қолында құдағи жүзігі бар егде адамды көріп, оның үй ішіне жақын жұрағатына сыйлы, қадірлі кісі екенін бірден білетін болған. Зергерлік бұйымдар көбінесе тастармен безендірілетін болған. Қазақ әшекейлерінде олар тас немесе көз деп аталады. Мұндай салыстырулар кездейсоқ емес. Орнатылған тастар бәрін байқайтын, қорғайтын көз ретінде қабылданып, онда сиқырлы күш бар деп саналған. Барлық шығыс халықтарында тастарға ғажап қасиеттер таңылған. Мысалы, бируза жүректі күшейтеді, үрейден арылтады, жауларды жеңуге көмектеседі деп есептелсе, інжу көздің шелін кетіреді, янтар зобты емдейді деген пікір қалыптасқан. Қазақ қонылерінде ақық ерекше кең тараған. Ол игілік пен қуаныш тасы саналған. Бұл тас әшекей үшін ғана емес, сондай-ақ көз тиюден қорғайтын тұмар ретінде қолданылған. Қарағанды облыстық бейнелеу өнер музейінің қорында 13 күміс жүзік бар. Олар 19 ғасырдың соңы 20 ғасырдың басына тән.
Жасалған авторлар белгісіз, яғни халық шеберлерінің қолынан шыққан бұйым ретінде Имашева және Алмағамбетовтардың жеке қорынан өткен ғасырдың 80-ші жылдарының аяғы мен 90-ші жылдарының басында келіп түскен болатын. Әйел адамға арналған бізбен безеу әдісі және шапқымен шегу әдісі арқылған өсімдік бейнелі ою өрнек салынған қарапайым сақина 20-шы ғасырдың басында жасалған. Келесі әйел адамға арналған ақы көзі бар жүзік, жегін әрлеуге геометриялық фигура тектес ою өрнекті қолданған. Бұл сақинаның жасалу әдісі ерекше, көз орнына күмістің өзін қолданған, құю немесе қақтау әдісі арқылы жасалады. Бұйымның бетіне бура деп аталатын үгіндіні себу арқылы үстіне ою өрнекті салған. Оны отқа қыздырғанда, себілген орнында дәнекерленіп бұйым бетіне біте қайнасып жабысып қалған.